Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңы 2022 жылдың наурыз айында күшіне енді. Ол заң қолданысқа енгеннен кейін көшелерімізде қаптап жүрген бұралқы иттерді себепсіз аулау күрт тоқтады. В законе прописано. Заңның 15 бабының 4 пунктісінде жануар адамға және жануарларға шабуыл жасаған жағдайда немесе жануарлар адамның жануарлардың өміріне немесе саулығына, сондай-ақ қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке қатер төндіретін өзге де жағдайларда жануарды жансыздандыруға жол беріледі деп жазылған. Яғни осындай хабарлар келіп түссе ғана біздің мамандар ондай жануарларды аулайды. Оны мен неге айтып отырмын? Заң қабылданғаннан кейін бұралқы иттер саны күрт көбейді. Бұл заң қолданысқа енгенге дейін біз телефон қоңырауы арқылы азаматтардың ауызша немесе жазбаша өтініштеріне қарай шара қабылдайтынбыз. Бірақ қазір қолымыз байлаулы. Иттер қандай да бір қауіп төндіруі мүмкін екендігін байқасаңыз, бірден полицияға хабарласқандарыңыз абзал, дейді Қонақбай Қабдоллаұлы. Желательно. Тұрғылықты жеріңізге қарай бекітілген учаскелік полиция инспекторына хабар бергендеріңіз абзал. Өтінішті жазбаша түрде бересіздер. Олар оны тіркейді, сосын материал бізге келеді. Соған сәйкес біз шара қабылдаймыз. Әрине, адам өмірі бәрінен жоғары тұру керек, бірақ біз тек шұғыл жағдайда ғана шара қабылдаймыз. Ал енді қала көшелерінде бұралқы иттер тобымен кездесіп қалсаңыздар, қауіпсіздік ережесін ұстаныңыздар және оны балаларға да түсіндірген абзал. Есть понятие. Қаңғыбас иттердің өздері қорғайтын аймақтары деген түсінік бар. Олар көбіне осындай жерлерді мекендеуі мүмкін. Ондай жерлер саябақтар, бос тұрған ғимараттар болуы мүмкін. Кешкі және түнгі уақыттарда ондай жерлерді айналып өткен жөн. Иттердің артынан келмеңіздер, оларды үркітпеңіздер. Кей уақытта үйде қолда болған иттер кездесуі мүмкін. Ондай жағдайда тоқта, отыр деп пәрмен беруге болады. Мүмкін сол сөздерге құлақ асуы. Қатты дауыс шығармаңыздар, қолдарыңызды бұлғаңдатпаңыздар. Агрессивті иттер оны басқаша қабылдап шабуылдауы мүмкін. Біздің қаламызда негізі жануарларға арналған панажай салынады деген жоспар бар. Қазір уақытта жерде беріліпті. Для приюта Жануарларға арналған панажайға деп Лесхоз елді мекенінің маңынан жер бөлінді. Ол жақта бізде право на счастье қоғамдық бірлестігі жұмыс істейді. Солардың жанынан берілді. Қазір коммуникациялар тарту жұмыстары жүруде. Жыл басынан бастап 178 қаңғыбас ит ұсталынған екен. Кейбірінің иелері табылса, кейбіріне ие табылған. Бұл жағынан еріктілер де үлкен көмек беріп жатқан көрінеді. Бұдан басқа бүгінде жануарларды стерилизациялау қажет деп те көбірек айтылады. Бірақ қаңғыбас иттер мен мысықтарды стерилизациялауға қаржы бөлінбейді екен. Ал енді бұралқы иттерді кездестіріп, олардың қауіпті болуы мүмкін екенін байқасаңыздар, облыстық ветеринарлық станцияның Екібастұздағы бөліміндегі телефонына хабарласыңыздар.